Саламатсыздар ма, құрметті көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында сары сливадан сок немесе шырын жасаймыз. Сары сливадан осынша көлемде сок шықты. Егер жасап үйренгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, қосымша сұрақтарыңыз болса, сұрап жазуларыңызға болады. Жасау жолына кірісейік. Согымызды жасауға кірісеміз. Ол үшін ең алдымен сливамызды мынандай шемекісінен тазалап аламыз да бөлек ыдысқа саламыз. Өте тәп-тәтті, жұп-жұмсақ, іштері тап-таза, ешқандай құрты жоқ. Шемекісінен ажыратып аламыз. Мінекей. Ал құрметті көрермендерім, мінекей біз сливамызды тазалап болдық. Енді осы сливамыздың таза салмағын өлшейміз ең алдыменен. Менде осылай біреу кастрөлда, біреу табақшада шықты. Мінекей менде 3 кило 600 грамм шықты. Енді осыған 4 литр су құямыз. Мінекей менде есі өлшеніп тұр. 0-да тұр. Осыған 4 литр әдем су өлшеп аламыз. Бөлек өлшеп алдық. Енді жаңағы сливаның үстіне құямыз. Жайлап отты қосамыз. Бұл 20 минут қайнайды. Астын қатты шығармаймыз. Отымызды қостық. Қазанымыз қайнап жатыр. Енді біз қазанымыз қайнағанша 700 грамм секер өлшеп аламыз. 700 грамм секерімді өлшеп алдым. Тез қайнау үшін жауып қоямыз қақпағын. Енді күтеміз. 20 минут өту керек. Мінекей одан кейін тегістей бір қайнау үшін осылай астын үстіне қопарып, әбден қайнағанша бір сарқылдатып 20 минут қайнатып аламыз. Мінекей әбден сарқылдап қайнады. Қақпағын ашып, жаңағыдай жақсылап астын үстіне алмастырып, былғап шығамыз. Оттарыңыз жай болып жатса, онда жарты сағат көлемінде қайнатыңыз да. Бірақ тасып кетпесін. Осылай әбден жақсылап араластырып аламыз. Кейін жаңа өлшеп алдық қой 700 грамм секерімізді. Сол секерімізді салып шығамыз. Енді қайтадан жақсылап араластырамыз. Газымызды сөндіреміз астындағы отты. Енді кішкене суығанша қоямыз. Бір жарты сағатқа. Ал мінекей енді отын сөндірдік. Енді жақсылап араластырып аламыз. Блендермен өткіземіз. Осындай погруженный блендер болса, жақсы болады.
Осылай блендермен өткізіп шығамыз. Мінекей сұп-сұйық болды. Түйіршіктерін бәрін блендермен айналдырып өткіздік. Енді осыны 15 минут, 20 минут қайтадан қайнатамыз. Әбден. Мана секерін салдық қой. Сол бәрі езіліп, бір келкі болып, бір дәмі шыққанша. Мінекей осындай ірмек болады. Бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Енді сөндіреміз. Менде бір жарты сағаттай қайнады. Сөндіреміз, аздап суытамыз. Ал мінекей согымыз қайнап болды. Кішкене қойдық, суытып. Енді осы согымызды, шырынымызды сүзгінің көмегімен сүзіп аламыз. Ал мынандай қалған астындағы талшықтарын бөлек ыдысқа салып аламыз. Осылайша барлық шырынымызды сүзіп шығамыз. Сүзгіден өтпей жатса, осылай ожаудың көмегімен көмектесеміз. Осылайша шырынымызды түгелдей сүзіп шығамыз. Мінекей согымызды сүзіп болды. Мінекей керемет болып согымыз сүзілді. Енді бұны қайтадан кастрюлемізге құямыз. Астын қосамыз. 10 минут қайнатып аламыз. Жақсылап сарқылдап қайнауы керек. Осылай қайнап тұрған ыссы күйінде бұл кішкене қышқылдау болады дәмі, бірақ салқындаған соң тәтті күйге түседі. Мінекей согымыз қайнап жатқан кезде бұнымен қатар біздер банкамызды стерильдеп аламыз. Одан кейін соктарымызды банкаларымызға құямыз. Тез қайнау үшін мен қазір қақпағын жауып қоямын. Ал мінекей біздің шырынымыз дайын болды. Астын сөндіріп, стерильденген банкілерге құйып шығамыз. Менде алдымен 3 литрлік банка. Үлкенінен бастап жатырмын. Осындай воронканың көмегімен банкамызға құйып шығамыз. Банкамызға құйып алдық. Енді осылай закрывалканың көмегімен жақсылап жабамыз да жылы жерде 2-3 күнге қоямыз. Содан кейін салқын жерге шығару керек. Немесе бөлме температурасында тұрса да болады. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Өте керемет, мощный сок болады. Кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Осылай өте оңай түрде жасалынады. Мінекей бүгінгі дайындаған біздің шырынымыз дайын болды. Суытып, мінекей дәмін көруге қойдық. Енді дәмін көрейік. Жасап көріңіздер. Бағасын беріңіздер. Комментарий қалдырыңыздар. Өте керемет шыққан. Бәріңізге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Ас болсын.